Бүгін Алматыда нөмірі 80-ші және 193-ші жалпы білім беретін мектепте рухани құндылықты дәріптейтін іс-шара өтті. Мәдени жиынға мектеп директорлары, мұғалімдер мен оқушылар қатысты. Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғырту бүгінгі заман талабы. Ғасырдан ғасырға жеткен халықтың қазынасы, тілі, ділі, салт дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлтымыздың рухани байлығы. Сондықтан әсіресе қазіргі жаһандану кезеңінде оны сақтап қалу, ұрпақ бойына сіңірудің маңызы зор. Бүгінгі 193-ші мектеп ұжымының ұйымдастыруымен Шәкен Аймановтың 110 жылдығына орай осылай ұйымдастырылып отырған іс-шара болашақ ұрпағымыздың, жастарымыздың бойына ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық ойынымызды, ұлттық салт дәстүрімізді сіңіру мақсатында ұйымдастырылып отыр, өте жақсы ұйымдастырылған. Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмірі 80-ші жалпы білім беретін мектеп және нөмірі 193-ші жалпы білім беретін мектептің ұлттық құндылықтарымызды насихаттау, ұлттық өнер көрмесі, ұлттық спорт ойындары атты шара өткізіп жатырмыз. Іс-шараның негізгі мақсаты рухани құндылықтарды насихаттау, қазақтың ұлттық ойындары, асық ойнау, тұмақ ұру арқылы оқушылардың бойында ұлттық бірегейлікті сақтау, патриоттық сезімдерін жетілдіру. Балаларды қазақтың ұлттық ойындарымен таныстыра отырып, ойын шарттын дұрыс бұзбай ойнауға үйрету. Қазақтың ұлттық ойындарын дәріптеу. Адам бойына жинайтын ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, сенімділік қасиеттерін тәрбиелеуде отбасы мен мұғалімдер шешуші рөл атқарады. Ата-ананың баласына беретін ең үлкен байлығы тәрбие екенін ұмытпауымыз қажет.